әр халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Халық шығармашылығында табалдырық, босаға, маңдайша бүтіннің орнына жүретін есіктің бөлшектері. Оның ішінде көбірек қолданылатыны босаға. Ғұрыптық дүниетанымнан фольклорға ауысқан бұл ұғым отбасылық ғұрып поэзиясында, әсіресе қыздың қоштасуында тұрақты формулаға айналған. Босаға екі дүниенің шегі, кез келген дүниенің кіріп шығатын есігі, әр нәрсенің аузы деген ауыспалы ұғымға көшкен. Жалпы есік пен босаға сыртқы әлемнен қорғаныш, ішкі берекелік пен тыныштықты сақтаушы ретінде танылады. Жын шайтаннан, ішкі әлемді сыртқы әлемнен, өзін өзгеден сақтар қорғауыш қызметін атқарар босағаға байланысты түрлі тыйымдар бар екені де белгілі. Қыздың босаға аттау рәсімінде үлкен дәстүрлік сыр жатады. Күйеу, ұрын бару, жасау, қалың беру, тағы басқа рәсімдерді бастан кешіреді. Қыз соның бәрінен сүрінбей өтіп, ақ босағаны аттайды. Ақ босағаны аттауды киелі деп көреді. Сондай-ақ босаға майлау ырымы да бар. Жастар жеке отау құрғанда немесе біреу жаңа үй алғанда, жақын жуықтары келіп, жаңа үй босағасына май жағады. Бұл осы үй берекелі, майдай жұғымды болсын деген ұғымды білдіреді.